Сәлем достар, бүгін мен сіздермен шербет тәттісінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Әрдайым өзім жасайтын рецептпен дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін мұқият қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен осындай табаны қалың кез келген ыдысты алып, яғни қазанды отқа қойып 20% қаймақты саламыз. Оның үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. Астындағы отын орташаға басып қоямыз. Қанты еріп қайнағанша тоқтамастан араластырып тұруымыз керек. Қайнаған кезде осылай көпіршіп көбейе бастайды және қайнаған сайын түсі де өзгеріп қызара бастайды. Араластыруды тоқтатпаймыз. Көпіршігі қоюланып бастағанда осылай қоңыр түске енеді. Сол кезде сары майды салып жібереміз. Майы ерігенше жылдамдатып араластыруымыз керек. Майы еріген соң осы кезде астындағы отын сөндіріп, дәндерімізбен мейізді салып араластырамыз. Артынша осындай формаға пергамент төсеп шербетімізді саламыз. Бетін тегістеп салқын жерге қойып қатырып аламыз. Міне аз уақыт ішінде өзі де қатып шықты. Шербетіміз дайын болды. Енді майда бөлшектерге бөліп, дастарханға қойып, терлеп отырып шай ішуге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Дәмі өте керемет болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда әлі қызықты, керемет деген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.